Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен қытырлап тұратын қуырылған сэндвичтердің рецептімен бөлісетін боламын. Алдағы уақытта менің видеоларымды көріп отыру үшін менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Алдымен бізге орташа үлкендіктегі 3 картошка керек болады. Картошкаларымызды дәл осылай бөліктерге бөліп турап аламыз. Біз картошкаларымызды турап болдық. Енді ыдысымызға салып, үстіне суымызды құйып, қызып тұрған плитамызға қойып пісіріп алатын боламыз. Біздің картошкаларымыз дайын болып қалды. Піскен піспегенін осылай тексеріп көрсеңіздер болады. Піскен картошкаларымызды ыдысымызға алып, жақсылап езіп аламыз. Барлығы бір кел көп езілгенше осылай езіп аламыз, және дәміне қарай шым-шым тұз саламыз. Біздің картошкаларымыз дайын болды. Және бізге осындай нан қажет болады. Нанымыздың біз шетін алып тастаймыз. Шеттер бізге қажет емес, осылай 4 бұрышты етіп шетін алып тастаймыз. Нанымыздың шетін алып тастадық, енді оқтауымызбен жақсылап айналдырып басып аламыз үстінен. Біз оқтауымызбен басып алдық, енді жаңағы дайын болған пюремізді ішіне салатын боламыз. Және үстінен сырымызды саламыз. Көп салуға болмайды, салмасын, өйткені жыртылып кетуі мүмкін. Сырымызды салып болғаннан кейін 3 бұрышты етіп жауып, жан-жанын вилкамызбен басып жауып аламыз. Осылай жан-жанын осылай жауып шығамыз. Жаны ашылып кетпеу керек, бізге қатты басып жауып шығатын боламыз. Дайын болды, қараңыздар, барлығын осылай жасап аламыз. Және ыдысымызға 2 жұмыртқамызды шағып аламыз. Жұмыртқамызды осылай жақсылап араластырып аламыз. Екінші ыдысымызға панировочный сухаригімізді салып аламыз. Мендегі сухарик қара, сіздер ағын сірте берсеңіздер болады. Жұмыртқамызға осылай жаңағы сэндвичтерімізді араластырып аламыз. Батырып аламыз жұмыртқамызға және панировочный сухаригімізға аунатып аламыз. Осылай бар жағына бірдей тию керек, аунатып шығамыз. Біздің сэндвичтеріміз дайын болды. Енді қызып тұрған тапамызға майымызды құйып, жақсылап екі беті қызарғанша қуырып аламыз. Қызып тұрған майымызға осылай сэндвичтерімізді салып, екі бетін жақсылап қуырып аламыз. Біздің сэндвичтеріміз дайын болды. Жасалуы өте оңай әрі өте дәмді. Балаларыңыз сүйсініп жеп қояды. Жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Динара ас болсын.